70-ке толу жол бұл жай қыдырыс емес. Бұның ар жағында үлкен өмірлік байламдар жатыр. Үлкен өмірге деген құштарлық жатыр. Өмірді үйрету жолы жатыр. Сол ұлы жолда егер біз Қарагөз екеуміз сүрінбей келе жатсақ, ол сол біздің үлкендеріміздің арқасы. Біздің дастарханымыздың басында Алтыншаш апам мен менің Зейін апам отыр. Осы кісілерді қасымызға шақырып, мына тәтті тағамды ырым қылып шығарғаннан кейін алдымен осы кісілердің аузына тигізсек. Рұқсат етсеңіздер. Мына Досекең бергенше, мына тортқа байланысты бәріміз туған күн тойлаймыз ғой. Сонда мына балалар қызықтап, шам шырақты жағып, қараңғыда деп үрлеп жатамыз ғой. Біз қазір отбасымызда ондайды жасамайтын болдық. Досекең айтты, шам шырағын өзін жағып, сосын өзіміз сөндіргендей болмайықшы деп. Сондықтан мынау енді жағылды, өзі сөнді. Өзіміз үрлеп өшірмейміз. Рахмет.